Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі сабақта товардың қалай качествен таңдау керек екенін сіздерге түсіндіретін боламын. Алдымен каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген Windows сайты жайлы ақпараттар салатын боламын. Ең алдымен біз ай сайынғы сатылым санына қарайтын боламыз. Яғни, мысалға мынау двойкаға кірген кофта мен шалбар тұр екен, қара. Мына жерде астына 436 деген сан тұр. Осы двойка бір айда 436 саны сатылыпты, иә. Мен мұның бірнеше ассортиментін көру үшін астындағы қара шрифтпен басылған жазудың үстіне екі рет басып, және мына оң жақтағы сөзді басам. Маған басқанда дәл осы двойканың басқа да магазиндердегі бірнеше ассортименттерін шығарып берді. Қарап тұрсаңыздар, барлығының астында әртүрлі сандар тұр. Мысалға жоғарыда бірінші двойканың астында 437 деген сан тұр. Екіншінің астында 892 деген сан тұр. Мына жерде 5 деген сан тұр мына двойканың. Ал мына шалбардың құр өзі 58 сан тұр. Яғни осы сандардың барлығы бір айдағы сатылым саны екен. Мен көбінесе бірінші ай сайынғы сатылым санына қараймын, өйткені бір айда мысалға мына жерде қарап тұрмын ғой, ең көбі мына 892 деген двойка тұр. Осының үстіне кіріп көрейін. Кіріп көрсем, маған только кофта ғана тұр екен. Төменге қарай түсетін болсам, так. Мына жерде қарағанда двойканың 437 саны көп екен. Мен осының үстіне кірем. Уже 440 адам алып қойыпты бір айда. Яғни қаншалықты көп сатылса, соншалықты сенімді әрі сапалы деген мағынаны береді. Енді мен комментарий бөліміне өтейін. Мына жердегі сөздерді переводтап алам. Негізі керек болса, негізі көбінесе живой фото отсыпты қараған дұрыс. Еше мына магазин ешқандай бренд немесе флагманский магазин екендігіне ешқандай значок тұрған жоқ. Басқа да киімді алып көрейін. Мысалға, мына триконы алайын, мужской. Енді бұл трикода ешқандай, яғни мынау астындағы екі адамның значогы тұр ғой. Яғни осы Pinduoduo сайты өзі спонсор болған магазин екен. Және астындағы жасыл грузовик тұрған сурет, бұл 14 сағат ішінде тез жеткізу қызметі бар значок. Енді мына жерде мынау екі триконың, яғни осы трико бір айда 537 саны сатылыпты. Енді мен комментарий бөліміне өтейін, және живой фото отсыпты көрем. Енді комментарий бөлімінде живой фото отсыптарды қарайтын болсам, жаңағы трикоға, яғни ожидание реальностьқа келеді екен. Осылай, если осы триконы алатын болсаңыздар, мына жердегі сөздің бәрін Яндекс немесе Google переводчик арқылы переводтап аударып түсініп алсаңыздар болады. Мен басқа да киімге мысал ретінде көрсетейін. Сіздерге айтқанымдай, бірінші ай сайынғы сатылым санына, екінші живой фото отсыпқа, және үшіншіден белгісі бар магазиндерге қараған дұрыс. Мәселен, мына сумканы алайық. Мына сумканың 100% оригинал, және де мына қара значок, яғни бренд магазинде сатылатыны жайлы значоктар тұр екен. Астындағы 24 сағат және грузовик тұрған значок, бұл 24 сағат ішінде жеткізіледі. Және астында екі адам тұрған значок, яғни осы магазинге Pinduoduo сайты спонсор болады екен. Негізі осы Pinduoduo сайтында осы Pinduoduoның өзі спонсор болған магазиндер өте көп. Қарасыңыздар, дәл живой фото отсыптағыда екен. Осылай бірінші живой фото отсыпқа да мән беріңіздер, және бұл жақсы магазинде тұр. Көбінесе осында қара значогы бар, 100% оригинал екендігі көз жеткізіп барып, товарға тапсырыс берген дұрыс. Мысалға, мынау джинсыға кірген, қыздарға арналған. Дәл осы жерде мына қара значок тұр, и мына астында 100% деп тұр. Бұл осы товардың бренд және оригинал екенін білдіреді. Мен неге қайта-қайта бренд деп жатырмын? Өйткені осы Pinduoduo сайтында бренд заттар өте көп. Яғни бренд болғаннан кейін осындай значоктар болады. Және 12-12 деген сан, яғни осы желтоқсан айының 12 күні болатын скидкаға түсетін шалбар екен мынау. Және астындағы грузовик тұрған сурет, бұл 17 сағат ішінде мынау Қытай складына жеткізіледі. Астындағы екі адамның тұрған значок, яғни қызыл көп, бұл осы Pinduoduo сайты спонсор болған магазин. Мен енді комментарий бөлімін көреген. Маған көрген кезде осындай
живой фотоотыптар шықты, иә. Мен қарап тұрсам, мына джинсы бағанағы суреттегідей екен, иә. Мен не үшін бұл живой фотоотыпты көріп жатырмын? Негізі көп товарлар суретте әдемі көрінеді, ал алған кезде ожидание реальность екеуі екі бөлек болып қалады. Сол үшін де осы живой фотоотыпты көрген дұрыс. Көбінесе осындай бренд қандай да бір белгісі бар магазиннен таңдап тұрып алған дұрыс, себебі ертең өзіңіз өкініп қалмау үшін. Мен сіздерге осы ай сайынғы жұмсанын көруді және де живой фотоотыпты көруге міндетті түрде кеңес беремін.